Жақсы, жаңа да бір проект ашатын болайық. Папка ашатын боламыз. Бұл жерде менде жаңа да папка құрайық. Бұл жерде make practice деген. Папканы аты make practice. Папка құрамыз. Аздап кішірек настройкалар жасап жіберейік. Алдымен біз PSQL-ға қосып алайық. Бізде PSQL, давайте кодировкасын дұрыстап алайық. 12.51. Localhost бізде. User менде test user 3 деген құрылған. Алдыңғы сабақтарда test user 3 деген бар бізде. Деректер қоры әзір менде жоқ. Давайте Postgres тұрайық. Қазір мен деректер қорын құратын боламыз. Және пароль енгіземіз. 1, 2, 3. Ең бірінші базадан құрып алайық. Бұл біздің каркасымыз. Базадан аты make practice db болсын. Директор қорының тізімін көреміз. Міне make practice db деген бізде директор қорында тұр. Сонымен базадан шыға тұрайық әзір. Шықпасақ та болатын еді. Жақсы, ішінеспес. Енді VS Code пен базадан арасын байланыстырайық. Әзірге мен тек PostgreSQL байланыстырам. Кейіннен барып MySQL мен байланыстыратын боламын. Make practice. Жарайды, make practice бола қойсын. Localhost тұра бес 5432. Базадан аты бізде make db. Username test user 3 пен кіремін. Басқа конфигурация тиіспеймін. Test connection көрейік. Байланыс орнатылды. Байланысты сақтаймын. Әзірге тек PostgreSQL мен жұмыс жасайтын боламын. Кейін қажет болған кезде MySQL-ға қосымша қоса беретін боламыз. Енді жаңадан файл құрайық. Біріншісі бізде create tables таблицалар құруымыз керек. SQL код. Давайте бірінші неден бастаймыз. Бізге давайте Teams-тен бастасақ болады. Teams бізде Rooms-қа тәуелді екен. Давайте Rooms-тен бастайық. Rooms бізде ешкімге тәуелді емес. Давайте create table Rooms. Бізде ID бар. ID-дің типі бізде serial. Себебі бұл автомат түрде өзі бір санға артып отырады. Бұл бізде қосымша бір идентикатор рөлін атқарады. Яғни әрбір қатардың қайталанбасы үшін керек нәрсе. Primary key, яғни бұл негізгі кілт ретінде қабылдайтын боламыз. Және бізде бөлменің аты бар. Бізде varchar беруге болады. PostgreSQL-да char, varchar, text арасында үлкен айырмашылық жоқ. Давайте 200 символ берейік. Және бұл міндетті түрде болсын, сол үшін not null. Біз міндетті түрде толтыруымыз керек болады. Room толтырылды. Енді давайте Teams-ті құратын болайық. Бізде Teams create table Teams кестесі, Teams таблицасы ID тоже serial болсын. Бұны да primary key-ді қабылдайтын боламыз. Яғни шектеулер, constraints.
Так, бізге енді әрбір команданың аты бар. Бұның да varchar, және бұл да міндетті түрде қылайық. Команданың аты 300 бола қойсын. Және бұл да not null. Әзірге осы. Кейін толықтырамыз. Так, енді келесі бізде программистер. Programmers. Давайте create table. Қараңыздар, бізде ID бар бұнда да. Бұл да serial. Және бұл да primary key рөлін атқарады. Және бізде сонымен қатар name бар. Name'ді давайте мен екіге бөлем. First name. Адам аты болғаннан кейін бізде бірінші нормализация бойынша бізде бөлген дұрыс. Varchar. 3 символ бере қойық. Және бұл міндетті түрде енгізу керексіздер. Not null. Екінші last name. Тоже varchar қылайық. Бұл да 3 символдан тұрады. Бұл да міндетті түрде енгізу қажет болады. Келесі дерек бізде birthdate. Бұл туған жылы. Бұл date. Date time енгізуге болады, бірақ бізге уақыт қажет емес. Date. Бұны енгізу міндетті емес, сондықтан not null қажет емес. Келесі бізде email. Emailді біз аккаунтпен байланыстыратын боламыз. Сол үшін бұл email міндетті түрде керек. Бұл varchar болсын. Және бұның да ұзындығы жарайды 300 символ бола қойсын. Бұл not null болу керек. Міндетті түрде. Және бұл қайталанбау керек почта. Себебі бұл біз оны почти кілт ретінде пайдаланатын боламыз. Так, unique жасайық. Бізге қажет болады. Яғни бізде бірден бір байланыста, one-to-one байланыста біз мына жерде email'да primary key қылатын боламыз. Бұл primary key байланысады как for agent ретінде программистің email'мен байланады. Email бұл жерде primary key болу керек, бірақ бізде primary key бар, ID. Сол үшін бұны біз не істеу керек? Unique қылу керек. Not null және unique. Primary key деген бізде бұл unique плюс not null деген мағынаны береді. Сондықтан email'да біз not null және unique қылсақ, почти ол primary key мен бірдей деген сөз. Так, бір кесте тек қана бір ғана primary key болу керек. Немесе екеу композитный болу керек. Так, қараңыздар, енді бізде программист пен команданың арасында байланыс болу керек. Бір командада бірнеше программист болу керек. Яғни біз қараңыздар for agent key анықтау керекпіз. Ол үшін давайте мына жерде team ID деген құрайық. Яғни team деген кестеде соның ID мен байланысы бар деген сөз. Team ID бұл жерде integer. Біз енді байланыс жасау үшін былай істеуге болады. Reference. Бұл constraints дейді бұнында. Яғни for agent key constraints. Яғни бұл жерде біз әрбір бағанға жасау болады. Team ID бізде баған ғой. Яғни бұл constraints'ті, бұл шектеуді бағанға жасау болады. Немесе жалпы кестеге, таблицаға жасауға болады. Қазір екеуінде көрсетемін. References қайда сілтеп тұр бізде? Teams'қа және оның ID-ына сілтеп тұрады. Қараңыздар. Бізде Team ID деген. Team ID-ді қай жақта құру керек? Может, мына жаққа program ID деп құру керек шығар. Бізде байланыс түрі бірден көпке болғандықтан team былайша айтқанда біреу болу керек. Ал программист көп болу керек. Біз мына жерде былай жасай алмаймыз ғой. Біз мына жерде programmers ID-ді жасай алмаймыз. Неге? Себебі бір командада бірнеше программисттерді мына жерге енгізе алмаймыз. Біз тек қана керісінше бағытта жасай аламыз. Яғни мына жерге біз бір программистке, то есть бірнеше программистке бір ғана команданы енгізе аламыз. Сол үшін Team ID-ді осы программисттер жағына енгізетін боламыз. Енді қараңыздар, бұл жерде жойылған кезде және апдейт болған кезде не істеу керек? Соны көрсету керек біз.
яғни команда жойылатын болса, яғни Teams кестесіндегі бір қатар жойылатын болса, яғни бір команда жойылатын болса, ол команданың мүшелері, яғни программистер қандай жағдайда болу керек? Программистер жойылып кету керек па? Жоқ, яғни жойылып кету деген сөз ол жұмыстан шығып кету деген мағына береді. Сондықтан бұл жерде бұны жоймаймыз. Бұны біз или шектеп тастауымыз керек. Яғни команданы жоймайтын қылып шектеу керекпіз. Алдымен программисттерді жойып, сосын барып команданы жою керек болады. Но бұл жерде дұрыс емес. Программисттерді команданы жою үшін алдымен программисттерді жұмыстан шығару керек деген сөз, ол дұрыс емес. Бұл жерде былай істеуге болады. Set null жасауға болады. Яғни team ID-ді біз set null қалдырып кетеміз. Яғни set null деген сөз team ID ешқандай, яғни программист ешқандай командаға жатпайды деген сөз. Немесе былай істеуге болады. Мына жерде default мән беріп кетуге болады. Default мысалы 1. Яғни ол бірінші команда ғана жатады. Яғни по умолчанию біз team ID бермей кетсе, ол default 1-ге тең болады. И мына жерде біз как раз set default деп көрсетіп кетсек болады. Егер команда жойылатын болса, оның мүшелерінің бәрі бірінші команданың мүшесі болады. Яғни сондай бір резервный бір команда да, бірінші команда деген. Автомат түрде соған мүше болады. Осылай қалдырып кетейік. On update cascade, яғни бізде команда өзгеретін болса, Teams автомат түрде бізде программистерде өзгеру керек. Сондықтан давайте cascade dislike. On update cascade. Бұл енді бір жолы, қараңыздар. Біз шектеуді, foraging key constraints-ті шектеуді бағанға жасап жатырмыз. Бізге қазір MySQL-ға ауысуға жеңіл болу үшін, сол үшін біз оны кестеге жасайтын боламыз. Давайте. Кестеге жасайтын боламыз. Мынаның қосымша бір foraging key-ға біз constraints-ға ат беруге болады. Мысалы, foreign key. Мына жерге бір ат беруге болады. Мысалы, мен обычно былай істеймін. Programmers и Teams деп ат беремін. И foraging key деймін. Foraging key. Осылай ат берген ұнатам. Осылай істеуге де болады. Енді біз MySQL-ға көшуге ыңғайлы қылып жасайық. Мен оны кестеге жасаймын. Және мына жерге просто constraint құрамын. Constraint-ке ат беремін. Ол кейінірек біз жоюға, өзгертуге жақсы көмек болады. Неге солай істеген дұрыс. Енді foraging key ретінде мен көрсетемін, нені team ID-ді көрсетемін. Яғни бізде team ID foraging key болып саналады. Төменге түсіріп қояйық. И ол басқа кестенің primary key-мен байланысы керек. Басқа кестеменде Teams және оның primary key ID. Негізі мына жерде ID-ді көрсетпей қойсаңдар болады. Автомат түрде ол primary key-мен байланысады. Но мен өзімізге түсінікті болу үшін ID-ді белгілеп қоямын. Және ол команда Teams кестесіндегі бір қатар жойылатын болса, біз программист, енді сол команданың мүшелері, программистердің бәрін істейміз. Дефолтны мәнге береміз. Дефолт бізде бір болып тұр. Яғни барлығы бірінші командаға тиісті болатын болады. Барлығы бірінші командаға ауысатын болады. Немесе 0 десеңіздер болады. Енді сіздер өздеріңіз қарастырып көріңіздер. Set 0 деуде болады, set default деуде болады. Давайте set default деп көрейік. On update cascade. Вроде программның кестесі дайын болған сияқты. Келесі мысалды қарайық. Rooms құрылды, Teams программыз құрылды. Енді бізде intranet accounts, яғни ішкі аккаунт құру керекпіз. Давайте create table. Бұл жерде ID керек емес, ID құрмаймыз, себебі email менде ID-дің, яғни primary key рөлін атқаратын болады. Email менде varchar 300 символ керек. Және бұл менде primary key болады. Себебі почта менде қайталанбау керек.
Так, келесі бізде паспорт, пароль. Так, енді бұл varchar бұл да. Бұл да 300 бола қойсын. Және бұл міндетті түрде керек. Not null. Енді бізде байланыстың түрі 0-де 0. Ой, 1-де 1. Енді 1-де 1 байланысты көрсету үшін біз Prime программист жаққа да салуға болады, интернет аккаунтқа да салуға болады. Яғни екі жақта да көрсетуге болады, байланысты ұйымдастыруға болады. Так, ойланып көрейік, мысалы қараңыздар. Егер бізде интернет аккаунт, яғни ішкі аккаунт жойылатын болса, онда программистер не істеу керек? Программистерді жойып тастаудың керегі жоқ, иә? Потому что аккаунт жойылды, одан ешнәрсе өзгерген жоқ. Программисттерге не істеу? Просто set null тастау керек. Или керісінше, егер программист жойылатын болса, егер программист жұмыстан шығатын болса, компаниядан, оның аккаунты міндетті түрде жойылып кету керек. Қараңыздар, мына жерде email не болу керек? Primary key болу керек. Бізде primary key. Или бұл не болу керек? Not null және unique key болу керек. Бұнау бізде шартты қанағаттандырады. Так, бізде foreign key не болу керек? Emailді алсақ болады. Ешқандай проблема емес. Немесе әдетінше біз мына жерге ID қосуға болады. ID, integer, или serial. И бұны не істеу керек? Primary key болу керек. Бұлай да істеуге болады. Давайте солай да істейік. Пусть serial болсын. И бұл primary key болсын. Primary key. Мынадан primary keyді алып тастай саламыз. Ешқандай айырмашылық жоқ. Қалай істесеңіз де солай істеңіз. Мен осыны таңдаймын. Өзінің отдельно primary key болады. Email бізде жай үшін поле. Ал бірақ мынау міндетті түрде не болу керек? Unique және not null болу керек. Бұл шарт. Енді давайте жойылған кезде не істейді? Яғни программист жойылған кезде не істеу керек? Каскад болу керек. Каскад деген сөз. Яғни программист жойылса, онымен байланысты бүкіл аккаунттар жойылу керек. Яғни бізде бір программистке бір аккаунт бар, демек программист жойылған кезде аккаунттар жойылу керек. И сәйкесінше апдейт болған кезде не болу керек? Тоже каскад болу керек. Так, енді one-to-many мен one-to-one айырмашылығы неде? Айырмашылығы мына жерде. То есть біздің почтамыз не болу керек? Уникальный болу керек. Қайталанбау керек. Так, мұнан да біз не істеуге болады? Бір шектеулер қою болады. Constraints unique және бұл да not null деп. Яғни бізде почта тоже не болу керек? Уникальный болу керек. Осыны шектеу қосып қойсақ болады. Бұл пайдалырақ. Келесі. Бізде енді проект қалды. Projects. Create table. Давайте. Create table. Бізде projects деген кесте бар. Так, проекттің ID болады. Және ол бізде primary key. Так, бізде ол primary key. Қараңыздар, және бізде проекттің аты, deadline бар. Так, title. Бізде ол не? Varchar. Ол да символ бола берсін. Және ол міндетті түрде керек. Not null. Және сонымен қатар бізде deadline керек. Deadline. Бұл бізде date. Бұл міндетті емес. Not null. Енді қараңыздар, байланыстың түрі бізде проект мен программист арасында байланыс бар. Байланыстың түрі көптен көпке. Яғни бір проектте бірнеше программист болады, және бір программист бірнеше проекттің түріне қатысылады. Көптен көпке түрді байланыс жасау үшін бізге қосымша кесте керек болатын болады. Бұл аралық кесте деп аталады. Бұл кестенің міндеті projects пен
программисттің арасында байланыс ұйымдастыру керек. Давайте programmers и projects деп атайын кестенің атын. Бұл жерде енді programmers ID деген бізде поле болсын, яғни бір өріс болсын, немесе баған болсын. Және бізде тағы да projects ID деген болсын, және бұл да integer болсын. Және бұлары primary key, екеуін primary key жасау болады. Бұл былайша айтқан кезде композитті, яғни композитіне ключи деп аталады. Екі бағанды біріктіріп, біз екеуіні primary key жасау болады. Себебі екеуі бізде қайталанбайтын болады. Яғни программист ID бізде өз жеке алса қайталана беруі мүмкін, проектті өзі алса жеке қайталана беруі мүмкін, бірақ екеуі комбинация жасайтын болсақ, қайталанбауы мүмкін. Сондықтан programmers ID мен projects ID екеуін қосқан кезде біз оны уникальный ключ қылып жасау болады. Primary key жасау болады. Енді қараңыздар, бізде foreign key құруға болады. Programmers ID бізде, давайте. Әрине, тура PostgreSQL секілді осылай жаза беруге болады, немесе мына жаққа не істеуге болады? Отдельно құруға болады. Constraint. Давайте мен бұны отдельно жеке құрмақ қойын. PostgreSQL онсыз да foreign key ат береді. Таблицада көрініп тұрады ол. Давайте қысқа болу үшін құра берейік. References. Қайда сілтеп тұрады бұл? Programmers ID бұл programmers кестесіне сілтейді, және оның ID primary key'не сілтейтін болады. Керісінше мынауда бізде references қайда сілтейтін бұл projects'ке сілтейтін болады, және оның ішіндегі ID-ға сілтейтін болады. Енді, егер бізде программист жойылатын болса, не істеу керекпіз? Программист жойылатын болса, онда біз мынаны не істеу керекпіз? Каскад жойып тастау керекпіз. Окей. Ал апдейт болатын болса, сәйкесінше тоже каскад болу керек. Тура осылай. Егер проект жойылатын болса, не істеу керекпіз? Онда біз бұл байланысты жойып тастау керекпіз. То есть программист пен проекттің арасында байланыс үзілетін болады, егер проект жойылатын болса. И апдейт жасаған кезде каскад не істеу керек? Жойылу керек. SQL кодқа ауыстыру керекпіз. Так, мынаны қосамыз. 1, 2, 3. PostgreSQL қосатын болайық. Так, енді қосу үшін run on active connection дейміз. Және қосылды. Тексеріп көрейік. Так, таблицалардың тізімін шығарайық. Все, біздің таблицамыз құрылды. Так, Teams тексеріп көрейік. Describe Teams. Яғни integer name бар. Бізде индекстер primary key. Так, бір нәрсе ұмытқан сияқтымыз біз. Teams'те role ID деген болу керек. Так, мына жақтан түзетіп тастайық онда. Alter table. Таблицаның аты бізде Teams. Так, не істейміз біз? Add column. Так, room ID болсын бізде. Сразу constraints'ті беріп кетейік foreign key'ді. Reference қайда? Rooms ID-ға. Және on delete не болсын? Set null болсын. Және on update каскад десек болады. Негізі on update дегенді көп қолданбайды. Біз мына жерде integer ұмытып кетіппіз. Integer. Так, alter table болды. Енді қарайық. Teams.
енді қосылған сияқты. Жақсы, енді бізде кестелер құрылды. Енді біздің міндетіміз осы кестеге деректер толтыру керекпіз.